Жеке жашоомдун темасын жабууга канча тырышсам дагы жабылбай койду го. Интервьюну көрүп күлкүм келди. Бардык чындыкты чыгарууга убакыт келди окшойт, Жашырып жаап, алда бирөөнүн баласы деп келечегин ойлоп, эл алдында актасам да жакшылык жарашпайт экен. Инстаграмга ачуу үстүндө чыгарып алдым деп кечирим сурап бири-бирибизди кечирдик. Бирок сен айттың элдин ою деп. Мен макул, эл алдында сени актап чыгам. Мени урган жок, сөккөн жок, өзүм күнөөлүүмүн деп. Кыз башым менен хейт, негативди өз мойнума алам дедим. Аны жасадым. Ал убактарда бир жолу чалып мени сурап койгон жоксуң. Анын ордуна жүрдүң караокеде. Анан бир жумадан кийин эч нерсе болбогондой бир гүлүңдү көтөрүп алып келип, бас кеттик дейсиң. Мен эмне, оюнчукмунбу? Өзүң мени акта деп суранып алып, мен сени актагандан кийин барып эми менин атамды мени жамандап отурасың. Андай болсо мен эмнеге сенин күнөөңдү өзүмө алып сени актадым? Выкидыш болуп кыйналып ооруп, кансырап, стресс болуп жаткан аялыңдын бир эркелигин көтөрө алган жоксуңбу? Мен сенин эч нерсеңе карабай баарына макул болуп, ишенип калдым го алып качканыңда. Ооруп калсаң жаныңан чыкпайм. Больницада жатсаң өзүм кансырап жүрсөм дагы тамагымды жасап барып, дарыгерлерге акча берип, күйөөмдү жакшы карагалачы деп жүрдүм. Бишкекке келгенде рекламаларды таап коем. Алган зарплатаны толук сага берем. Продуктуларды өзүм алып, финансовый жардам бердим. Тамагың даяр, кийимиң таза. Курбуларым менен жолугуп көчөгө чыкпайм. Дагы эмне жеткен жок. Так, интервьюда менин атама тил тийгизгениң жакшы болбоптур, Нурдаулет. Сен өзүң Алматыдагы адрести берип, атамды чакырганда, Айда Кыргызстанга барып дарылансын дегенде, менин атам үйгө кирип келип, сени жакадан алса боло эле. Анткен жок. Ачкадан кыйналсаң айт, жардам берем. Бишкектен деле квартира карашам. Макул азыр, Айданы алып кетейин, бирок сен айылдан түз эле Бишкекке кел. Өзүм тосуп алам дегенин эмнеге айткан жоксуң? Кел дегенде келбедиң. Азыр менин атамды сыйлап турган жоксуң. А мен азыркы күнгө чейин сенин үй бүлөңдү сыйлап, папа менен байланышып турам. Уят сага. Мен канча урушсак дагы бир дагы жолу үйдөгүлөрүмө чалган эмесмин. Сен эркек башың менен мамама, досторуңа чаласың сразу. Мен сени эл алдында, ата-энеңдин алдында сени актап отурсам, бул сөздөрүң менен өз сыйыңды өзүң кетирдиң. Балам, балам деп сый көрсөтүп, келген сайын беш бармагын жасап, этин, салатын Алматыга салып берип жибергендерин эмнеге эсиңе албайсың? Макул мени жаманда. Макул мен жаман болоюн. Бирок менин ата-энеме тил тийгизгенге эч кимдин акысы жок. На то пошло, мен дагы айтчу көп сөзүм бар. Келин болуп түшкөндөн баштап айтып берсем ужас болот. Менин тилимди кытыштырбагыла. Кудайга койдум. Кудай чындыкты көрүп турат жана таразалайт. Эң негизгиси ата-эненин ыраазычылыгын алып таарынтпаса, баланын жолу ачылат. Мен эч качан ата-энеме таарынып же таарынткан эмесмин. Колуман келишинче сыйлайм. Өз ата-энемди кандай сыйласам, кайната кайненелеримди ошондой сыйлайм. Жана мамилем ушул бойдон калат. Баласы акылсыз болуп жатканына алардын күнөөсү жок. Байкуш папасы айтат чалсам, Кудадан уят болду деп. Айттым, сиз эмнеге уяласыз? Кылгылыктын баарын кылган балаңыз уялсын деп. Эжеси айтты, ал мындай мүнөзү менен жалгыз калат го деп. Мен жаман болсом, ата-энелерибиз мени тилдемек. Бирок кайнатам дагы азыр баласына жинденет. Себеби үй бүлөнүн чындыгын билет. Мен кечирип коем аны жакшы көргөнүм үчүн. Таарынычты унутуп коем. Бирок ата-апаларыбыздын жүрөгүндө калаарын ойлогон жок. Өкүнүчтүү. Мен эл алдында эч нерсе дебейм азыр. Эң негизгиси Кудай жана ата-энелерибиз билет менин ак экенимди. Ата-энелерибиздин мага таарынычы жок. Тулайбыз Нурдаулет менен. Койн. Мен устайым да, отургузам. Вот сол кезде мен сөгүнгөнүм. Ачык майкты тартуулайбыз Нурдаулет менен. Койнуңа жаткан катыныңа сенбе деген сыяктыча. Бул эмне үчүн осы убакка осындай интервьюду берип койгон үчүн шын жүрөктөн басымды ийип кечирим сураймын баршаларыңыздан, және де Айдадан, және де Айданын ата-анасынан шын жүрөктөн кечирим сурайм. Және де Айданы осы убакка чейин мен боктаганымды, және де жагындай колунан ұстап отур деп жулкулап, физически калай айтсам экен, урмасам да сөйтүп жулкулаганым үчүн шын жүрөктөн кечирим сураймын, басымды ийип туруп. Және де интервьюда айтылган коюңда жаткан катыныңа сенбе деген сөзүм үчүн шын жүрөктөн кечирим сурайм. Себеби ол сөз энди Кыргызстанда бар ма жок па билбейм, бирок бизде Казакстанда колдонулатын бир макалдардын бири деп айтсам болот. Сол максатта айтылган сөз болатын, бирок ол сөз Айдага өтө катты тийүү мүмкүн. Сол себепте шын жүрөктөн Айдадан және де ата-анасынан кечиримди сурайм. Сенімдеріңізді ақтамағаным үшін кечирим сурайм.
Ассаламу алейкум, құрметті менің оқырмандарым. Баршаларыңызға қайырлы күн. Кішкене ауырып тұрмын, дауысыма түрме мән бермеңіздер. Және де мен кешегі өзімнің берген интервьюім жөнінде айта кетсем, негізінде ол кісілер қайта жазып, звондап, ол кісілер үшін өте маңызды болды бұл интервью. Алматыға дейін келуге дейін дайын болғаннан кейін ақыр шығатын нәрсенің барлығы шығып қойды деп менде эмоция үстінде. Осындай интервьюді беріп қойған үшін шын жүректен басымды иіп кешірім сұраймын баршаларыңыздан, және де Айдадан, және де Айданың ата-анасынан шын жүректен кешірім сұраймын. Және де Айданы осы уақытқа дейін мен боқтағанымды, және де жаңағыдай қолынан ұстап отыр деп жұлқылап, физически қалай айтсам, ұрмасам да сөйтіп жұлқылағаным үшін шын жүректен кешірім сұраймын, басымды иіп тұрып. Және де интервьюда айтылған қойымда жатқан сенбе деген сөзім үшін шын жүректен кешірім сұраймын. Себебі ол сөз енді Қырғызстанда бар ма жоқ па білмеймін, бірақ та бізде Қазақстанда қолданылатын бір мақалдардың бірі деп айтсам болады. Сол мақсатта айтылған сөз болатын, бірақ та ол сөз Айдаға өте қатты тиюі мүмкін. Сол себепті шын жүректен Айдадан және де ата-анасынан кешірімді сұраймын. Сенімдеріңізді ақтамағаным үшін кешірім сұраймын. Барлығы менің қолымда болған негізінде, бірақ мен сол нәрсені дұрыс жасамадым, дұрыс пайдалана алмадым, дұрыс емес нәрселер көп істеп қойдым. Енді Айдада мен де бірінші үйленіп тұрған адамдармыз, бізде опыт жоқ, эмоция үстінде көптеген нәрселер шығып кетті, шықпайтын нәрселер шығып кетті. Мен де шығарып қойдым, ол да шығарып қойды. Сол себепті баршаларыңыздан шын жүректен кешірімді сұраймын.